24 ақпанда Ресей Украинаға соғыс ашқалы, әлеуметтік желіде түрлі сенімді де сенімсіз ақпарат тарады. Олардың көбін соғыс жағдайында тексеріп, ақ қарасын анықтау мүмкін емес. Жақында желі қолданушылары мен Ресей пропагандашылары Зеленский онлайн кездесу өткізіп жатқан сәтте үстелінде есірткі бейнеленген видеоны таратты. Видеоның ақ қарасын ажыратпас бұрын үзінді көріп алсақ. That sounds good. Well, I look forward. Видео түпнұсқасы Украина президенті Владимир Зеленскийдің Instagram парақшасында 6 наурызда жарияланған. Сондықтан да желіде тараған видеоның фейк екенін және оригиналда ұнтақ пен банк картасы жоқ екенін көруге болады. Бұған дейін де BBC сайтының факт-чекері журналист Шайын Сардаризях және Billingcat негізін қалаушы Эллиот Хиггинс видеоның фейк екенін жазған. Сол жақтағы үстелде есірткі көрінісі бар видео фейк, ал оң жақта монтаждалмаған видеоның оригинал нұсқасы көрсетілген. Зеленский жақында ғана Twitter желісін сатып алған Илон Маскпен видео форматта сөйлескен. Онлайн кездесуде Маск Зеленскийге Starlink интернет жүйесінің терминалдарын Украинаға беретінін айтқан. Сонымен қатар ол Илон Маскты соғыс аяқталған соң Украинаға шақырған. Байқағанымыздай, фейк таратушылар желі қолданушылары арасында мүлдем басқа әңгіме таратқан. Ресей Украинаға соғыс ашпай тұрып және соғыс ашқаннан кейін де ресейлік медиада Зеленский есірткі тартуы мүмкін немесе тартады деген дәлелсіз әңгіме жиі айтылады. Жалпы Зеленскийдің есірткі қолданатыны жайлы фейк ақпарат президенттікке ұсынылған кезден бастап тарады. Бұған дейін AFP факт-чекерлері Зеленскийдің кокаин қолданатыны жайлы видеоның монтаждалғанын анықтаған. Назарларыңызға рахмет. Желіде тараған күмәнді ақпарат кезіктірсеңіздер, бізге хабарласып, желі парақшаларымызға тіркелуді ұмытпаңыздар.